Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 13-ші наурыз күніне болжам. Бүгінгі күнде ақшалы шаш қидыру құны жіберіп алмаңыздар. Ақша көбейеді. Именно шашыңыздың хотя бы ұшын қидырсаңыз да ақша туралы бір келетін керек соманы ойлап отырып шаш қидырсаңыздар өте жақсы. Жол жүргенде абайлау керек. Бүгінгі күнде небесный покровитель періштеңіз бар, бірақ именно жарақат алып қалу, либо денсаулық хронический аурулар шығуы мүмкін. Бүгін денсаулыққа да қарау керек. Ертең полный лунный затмение болады. Бүгін жаңа істі ертеңге дейін жасап алыңыздар. Негізі полный лунный затмение плюс 3 күн, минус 3 күн жүруі мүмкін. Именно затмениеға қатысты қазір осыдан кейін рилс шығарамын. Металл ян белгісі ақша шығаратын күндеріңіз, слабый карта болса сіздерге қайта ақша келеді. Вода ян белгісі бүгін пешелеріңіз қасыңызда, көмек сұраңыздар, көмек міндетті түрде беріледі. Және бүгінгі күнде ақшаға қатысты тілек тілейміз, жаңағы шаш қидыру той деп жатыр ғой, және шар ұшыратын күн, шар ұшырып тілек тілеңіздер, міндетті түрде орындалады. Қоян, қой, доңыз жылы туылғандар, және бадзи картаңыз білсеңіз, осы күнде туылатын болсаңыз, көп шоқ құлайсыздар, жол жүруларыңыз мүмкін. Бүгін өткен лошадка келіп тұр сіздерге. Дерево ян, ашуланбаймыз, білім бастауға өте жақсы. Огонь ин, земля ин, ашуланбаймыз, сабырлы болыңыздар. Және бір алға қойған мақсаттарыңыз орындалуына өте жақсы. Земля ян мен огонь ян белгісіне. Небесный доктор келіп тұр, июнь айында туылғандар, шілденің 8-іне дейін туылсаңыз, бүгін дәрігерге көріңіздер, витаминдер ішіңіздер, денсаулықтарына жақсы әсер болады. Күндеріңіз өте сәтті